Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Бұл каналда сіз кез келген заттың пайдасы мен зияны жайында ақпарат алатын боласыздар. Бүгінгі тақырыбымыз көк шайдың пайдасы мен зияны жайында айтатын болам. Көк шайдың пайдасы бар ма? Оның пайдасы мол. Көк шай адамды семіртпейді, несеп бөлу мен жүрек бұлшықеттерінің қызметін күшейтеді, қан қысымын төмендетеді, адам жанын сергітіп, сейілтеді. Көк шайда жан мен тәнді жадырататын дәрумендер бай. Ол жүрек тамыр аурулары, әсіресе қан тасу мен атеросклероз сырқатына емдеуге шипа. Адамдардың ерте қартаюына, әжімнің ерте түсуіне, ағзада дәрумендер мен микроэлементтердің аздығы басты себеп екендігін белгілі. Ал көк шай құрамындағы поливитаминдер бұл жағдайда ынталандыру құралы ретінде емдік профилактикалық мақсаттарда сәтті қолдануға мүмкіндігі мол. Тұнба құрамында алколиттер мен дәрумендер болғандықтан оның алкоголь қарсы күші де бар. Қытай, Жапон елінде көк шай жоғарғы бағаға ие. Американдықтар зерттеулерінше көк шай адам терісін өліп бара жатқан клеткаларын тірілтетінін анықтады. Көк шайдың құрамында кіретін полифенол ДНК-ның өзгеруіне, рак ауруларының ұшырататын радикалдармен күресуге бейім болып шықты. Сонымен қатар полифенолды сау клеткалардың қорғап ісікті жоятын қасиеті бар. Болашақта ғалымдар көк шайдан диабет пен тері ауруларын емдейтін дәрі алмақшы. Таңертең ащы кофе ішуге үйренгенсіз бе? Оны жүрек пен бауырға зиян екенін білесіз бе? Егер оның шипалы сусынға ауыстырғыңыз келсе, көк шайды таңдаңыз. Көк шайға бір бөлік лимон мен шай қасық бал қоссаңыз, адамға мол күш-қуат беретін сусынның дайын болғаны. Көк шай жүйке жүйесін тыныштандырып, ал кейбіреулері оны салмақ тастау үшін де ішеді. Сонымен қатар көк шай адамды семіртпейді, несеп бөлуі мен жүрек бұлшықеттерінің қызметін жақсартады. Ал енді көк шайдың зиянды жағы бар ма? Табиғатта қай нәрсе болса да өз мөлшермен болған жақсы. Сол сияқты көк шайды да денсаулық жағдайына байланысты орнымен ішкен жөн. Әйтпесе, аса пайдалы деген көк шайда да кері әсер етуі мүмкін. Мысалы, көк шай құрамында зат алмасу процесінің бұзылуын себепкер болатын улы несеп түзетін пуриндер де көп мөлшерде кездеседі. Сол себепті буындарына тұз жиналған адамдарға көк шай пайдасынан гөрі зияны көбірек. Арнайы зерттеу кезінде буын ауруларымен ауыратын адамдардың көпшілігі көк шай ішуді тоқтатқаннан кейін жағдайларының анағұрлым жақсарғаны байқалған. Жақында Ресей ғылымдары көк шайдың құрамында кофеин мөлшері көп екенін анықтаған. Ал кофеин зиянды екені мәлім. Ол адамның өзіне тәуелді ете алады. Қан қысымы жоғарғы адамдарға оны көп ішкен сайын самайы жіпсіп, өзін жеңіл сезінгенін айтып жатады. Сөйтіп көк шайды пайдалы деп шәйнектеп іше береді. Ал бұл уақытта кофеин бұрыш-бұрышты қуалап, ағза қалтарыстарын мекендеп алады. Сөйтіп адам шайға тәуелді болып қалған сезбей де қалады. Көк шай ішкенде ғана басының ауырғаны басылатынын, шын мәнінде оған тәуелді дейді зерттеушілер. Көк шайдың құрамында адамның жүйкесін тыныштандыратын тианин атты элементтер бар. Көп ішкен жағдайда ол ұйқы шақырып, жүйкені әлсіретеді екен. Ал 6 кеседен артық ішкен адамның асқазан мен ішек қырындысы кетіруі мүмкін. Ендеше зиян болу үшін оның қанша мөлшерде ішу керек? Дені сау адам көк шайдың күніне 4-5 кеседен артық ішпеген жөн. Сонда оның құрамындағы пайдалы элементтер көзді көру қабілетін жақсартуға, сүйекті сыну қаупін азайтуға сеп болатын еді. 4 кесе көк шай остеопорозды, Альцгеймерді, Паркинсон дерттерін қарсы әсерлі ем бола алады. Тіпті қатерлі ісік ауруының қаупін азайтады. Жасөспірімдердің тісі ауруы азайтады. Оның артынша бір апельсин жеу компьютердің экранынан таралатын радиациядан да қорғайтын қасиетке ие. Бірақ мұның бәрі жоғарғыда аталған мөлшермен ғана ішілген жағдайда ғана іске асады. Ал одан көбірек ішсеңіз, көк шайсыз тұра алмайтын халге жетуіңіз мүмкін. Ендеше көк шайды да мөлшермен ішкенін жөн шығар. Ал достар, видеом қызықты, пайдалы болса, соңына дейін қарап, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Келесі жолы қандай заттың пайдалы және зиянды жағын айта өтейін. Көк шайды көп ішетін достарыңызға жібере отырыңыздар, пайдасы мен зиянды жағын біле отырсын.